Сұрап, не салды, бәрі үлкен жіктер сендер. Керек емес. Берді ба пасты аттан кетем. Қақағыз баратындан ана жаққа. Саған пас беріп, зұт баратындан ана жаққа. Бросать, мысалы, допустим, сен қаласаң, страховать етесің, қалғандары уже несіне, да? Доп ана флангта болса, ар жақта правый, штанга бар ғой, соның бойымен. Ар жақта болса, нарғы өзің жақтайсың. Қалқаман адам. Ортан дыр ашылады, өтте бол береді. Атасың. Бекен, бір адамға. Бір адамға допқа таласатын кезде, болсын таласын. Я деген кезде сол таласады, екінші страховать етеді. Еще сосын андай момент болады. Движение баттан кезде, Bir şak. Ya. Қарап тұрып. Кірмендер деген кірмейсіздер просто. Линия ғой, бір линия. 5-16-ның линиясында тұрамыз, ja. Бірінші игрок, о полигон 9-ға, может, рикошетпен келу керек. Товарникті қанша дірінің ортадан өтуге араларын жоқ дегенде ары кетсе бір 2 метр. 2 метр болу. Оп, екеуің біреуін бастап шығасың, абылай бастап. Уже дегенде ол былай ортаға жиналамыз. Сіз шетке емес. Жоқ, жет. Бүйтейікші, қара елді. Зүлі, сен ақ қаттығыз. Өшли. Қайт, кір, өзін айқарайсың. Ешқайсың үндемейміз. Бәріміз сөйлеп болды, ешкім кереміз. Бір-біріміздің да әдемілеп ойнайық болды. Себя техничный. Атылма. Пол боком на приставную. Встречаешь. Пол на носочках. Хашат, встречаешь. Лань этет, корпус разворачиваешь. Все. Техничный, хороший. Сен бәрекем, бір-бірін прикрывать ет. Все, да, Тебе. Что в завтрашнем чемпионате эту игру играть. А то мы сейчас будем торопиться вперед, будем за голами бежать. В чемпионате у нас такого не получится. Так что давайте игру выстраивать, игру делать. И от этого уже будет решение. Пойдем. Да, увереннее, Джиги, только хоппандыш. Ойнай беріңдер. Аккуратно. Бір, екі, үш. Тавка, набирай, тавка, набирай, бері, тавка. Талқан қарай, Bir. Еще подерни, Марго, подерни вверх. Подерни. О! Спокойно, Аспа. Есть право. Мұхтар сені сызса қайсы. Айстан сызсап сен Мұхтар. Мудрикті бергелету керек аны. Беттеген қалың болып кетті. Разворот, Туля! Так, бізде еще. Рустам вместо мен абайдың орнына. Абайдың орнына шығасың. Кім қалды? Давайте, Джиги, бер. Жауке сен лев қолды ма? Разыграйтым, Асен. А? Все, Мади, демаламыз. Әдемі кеттік, Майыш келеміз, а? Амайдыға бер. Кім ортаға кім шықты? Сұрап, не салды, бәрі үлкен жіктер сендер. Керек емес ол, білә. Менің Ой, отлично, там! Біздің не ғой мындай қалай дейді? Аса таяқ бұл. Аса таяқ. Давай.
Жігіттер, барлықтарың ойын үшін үлкен рахмет. Чисто большая самоотдача, большая работа. Соперник очень хороший, опытный. Мықты командадан жеңдік. Негізі жігіттер, анау мынау емес секунданың чемпионы. Енді негізі шыны керек составтар полный емес, бірақ олар үшін отмазка емес. Бұндай уровень үшін бұлар вообще бізді 7-0, 8-0 жабу керек. Шүкір, жақсы жұмыс істеп келе жатырмыз. Бұйыртса, дальше больше осылай. Осы жақсы настроение сезонға кірейік жігіттер. Бұйыртса, ойын жақсы. Осымен жігіттер, дальше давайте продолжать. Кеттіңдер. Давай. 1, 2, 3. Давай, похлопали сами себе. Давай, жігіттер, бүгінгі ойынға рахмет барлықтарына. Енді осы қасиет қалады. Команда отборды жағынан кейін қосылғаны рахмет, көп болды. Осы командамен осы составпен чемпионатқа кіретін боламыз. Сол үшін рахмет, похлопали. Молодцы. Барлықтарын көрдім. Енді дальнейший ситуацияны айтсам тренер сіздермен жұмыс жасайды. Каждыймен сөйлеседі, жекемен қабылдайды. Өткенде отбордан өткен балалармен сөйлескен. Енді бүгін жағынан келген балалармен тоже жекеші сөйлеседі, өз хабарласақ. Жарай ма? Все, молодцы, рахмет за құрметті көрермендер, бізде бүгін жолдас кездесу болды. Арлан командасымен 2-1 есебімен жеңдік. Арлан командасы бізде высший лигада ойнайды. Премьер-лига командасы бүгін балалар өте жақсы ойын көрсетті. Дальнейшем осы жеңістік, жеңіс ойын чемпионатқа жеткіземіз ойын жаңа сезонда. Так, біз енді өткенде фотосессия болды. Бұрынғы ескі отбордан ең бірінші өткен балалардың фотосессия болды. Содан кейін бізге келіп қосылды. Жаңадан келген ойыншылар отбордан өткен. Сол ойындармен мен сіздерге таныстырып берейін. Так, бізде не один біздің шабуылшымыз, не один деген біздің шабуылшымыз, нападающийіміз өзі тақыр деп қоясың. Так, екінші біздің оң жақ қапталда ойнайтын Мұхамеджан деген. Холланд дейді, Мудрик дейді. Оған кішкене самия болды, бұған ағыр ойнады, бері ойнады, но бірақ доказать етті өзі. Үшінші ойыншымыз біздің Алан деген жігіт, Тараздың жігіті, Тараздың школасынан келген, тоже шабуылшы, сол жақ қапталда ойнайды. Кес біздің ойыншымыз бізде Эльдар бала, ол бірақ үстіне киім киіп апты, Эльдар Кирова. Левый защитник, левый полузащитник, жалпы крайда ойнайтын ойыншы, универсал былайша айтқанда. Мади дейтін жігіт. Осы отбордан өтті. Болда жоқ қанша. Бүгін бізде соңғы тренировка матчтың алдында. Бүгін бізде заготовка болады. Осы біздің каналдың фишкасы қызық, нағыз қызық ішінде контент болады. Ол қандай десеңіздер, бізде көбінесе заготовкалар жасап, ертең матчта соны қолдануға тырысамыз. Бірақ енді дәл қазір бір түсінбей тұрғаным, тренерлардың ешқайсысы вовремя келмей, былайша айтқан кезде қалай болса солай отношение болып тұр, маған сол қатты жүрегіме тиіп тұр негізінде ше. Біз үлкен жетістікке жеткізіміз келеді, бірақ та мынандай отношениемен біз былайша айтқан кезде ұзаққа бармаймыз. Сол үшін осындай нюанс. Тренерларды енді көреміз қалай болады, кім қашан келетін. В общем, осындай ситуация. Кеттіктер уақыт созбай, тренерді өзі келді как раз. Сосын жиналып балаларымен бүгін поставить деп ойлағым. Алмастар что-то Доктор бар ма? доктор ән тұрағы. Все, жігіттер, легко побежали. Ламин Ямал. Сөз қоя ма? 3 минут разменка жасаңдар, мен қазір көстім. И передача аныққа.
Да, ниже. Одновременно, стоп, хорошо, одновременно. И ниже. Беговые упражнения, любой. Там, высоким подниманием, рядом дегенде. Курикши, мынаны курик, давай. Готов? Дайыңыз нормально? Кеттік. Бірінші тройка. Алмаз, айтшы. Смотри, отдаешь передачу. Вот, чуть дальше. Вот, все, вот. Поставь, доп керегнет, без передачи. За спину уйди. Нет, сюда, да. Поперек. Еще раз. Спину. Устал, асфальт. Касание. Анадан бер. За спину бер. Жігіттер, так істеу керек, да. Понятно? Ойнау керек, жігіттер, бердің ба допта сразу за спину дейді. Давай, көрек. За спину. Бердің ба пасты аттан кетем. Қақағыш паратындан аяққа біле. Саған пас беріп, зыт паратындан аяққа. Давай. Короткий. Да, бердің ба за спину. Отдай за спину тебе. Берді за спину. За спину. Отдал за спину. О! Мужайка, ура, енді. Или крайға бері саласың, или ортадан ұрасың. Давай, кет. Қашпаңдаш, вот здесь. Вот, спокойно, опа. Эй, ну, как там бак? Подача, аяқтан. Да, подача. О, жігіттер, ояқта вратар бар ғой, сендер. Біреулерің отскок берсеңдер. Өте қиын. Элементарный упражнение. Көрінеді біздің балалар. Бұл жаңадан енді таза любительский балалар ғой, көрініп тұр. Элементарный упражнение. Да, хорошо. Бас жақсы осылады да? Союз кезінде бір жақсы футболист болды да. Ан бар дейді, гол салады, капитан команды. Мен туржаман ойнайды да. Содан журналисттан сұрайды ғой. Сізде қалай болған? Бәрін қалай ойнайсыңдар ғой? Сізде обвод күшті, пастарың күшті, ударларың күшті дейді да. Сода бүйтіп айтады ғой. Ойын оңай дейді да, ойнау. Тренировка қиын дейді да. Сол сияқты деймін да. Енді мынақта жасап жүрген тренировка ертең ойында біз жасауымыз керек. Біз енді қазір жасай алмай жатырмыз. Мен Құдайға шүкір енді үйреніп шығармыз енді. Бірақ шамалы футболда деген мен айтатыным, футбол шахматтан кейін ең білімді не да, ойында бұл жерде ойлау керек. Қалай пас берем, қалай комбинация берем. Есіңді ойлап жүрсің, бұрындағыда 22 адам жүгіріп бір допқа таласып жүр, ондай емес ол. Поэтому ойлану керек, жігіттер. Менде де сендерге қазір бір жақсы мынандай профессиональный нелер упражнение берейін десем, ол жүрмейді да, пока. Сол жері қиын болып тұр. Бірақ жаймендеп үйренуге болады деймін да, жігіттер. Үйренді. Мен сендерді де түсінемін ғой, сендерді кезінде системны интернатта или там бір тұржаман нелерде болған жоқ, академияларда, центрларда болған жоқсын, қиын ғой енді. Бізде, например, біз центрда жұмыс істейміз, академия жұмыс істейміз, сборныйда жұмыс істедік, талай премьер-лигада жұмыс істедік. Ол кезде футболистерға бір сөзмен айтасың ғой, осындай бір бітті жасайды, қарап отырасың, просто олар қалай не істейді деген. И кейбірді басты да қосады дегенде. Соның жігіттер бәрін айтқан, бәрін үйрену керек. Бізде қазір кемшілік өте көп та. Ойламаңдар, футбол деген жүгіріп бір тебер салынды, доп деген айтады ғой, кейбірде доп ол кебушін дейді да. Ол болмайды ма кебушін деген. Любой бір грамотный команда бізді айдап жібереді да, 3 секунда. Олар мынандай бүйтіп ойламай ойнасақ деген. Поэтому бізге давай кім берші? Стартовый составқа киіңізші. Сендер шамал жылжисыңдар, бірақ отборға істемейсіңдер. Просто жүгіріп жүресіңдер деймін да, өз позицияларында. Өздер комбинация жасайды. Понятно? Сені, олар сендер отборға бармай, просто қастарына жүгіреді. Как бы имитация, раз там, и комбинация жасап, вратарь бастайды сояқтан. Понятно? Көрейікші оны. Давай, выдвигаемся.
сен несін смысл оны жүгіргеннен не пайда? Жігіттер, жігіттер, ана жаққа жүгіріп не пайда? Сендер ашылсаңдаршы, ашылып олар имитируют, они не отбирают, они просто қастарында жүреді. Несі қорғасына, бұл футбол, без отбора деген футбол. Тағы бастан яқтан. Здесь Да, все свои. Не там, не здесь, вот. Любой прострел болса, қарайсың, мына жаққа өтіп кетпесін. Түсіндің бе? Ана уже көресің бе? Екіншісі. Постоянно. Не надо по игроку всегда. Вот сюда. Если передача пойдет, ты выйдешь. Здесь персонально, каждый игрока взяли. Бір-бірден. Бір-бірден ұста. Артта екі адам, ей. Политетпе. Вот, он, видишь, вот, сенікі дұрыс. Смотри, он сейчас зайдет. Сен кімді ұстап отырсың? Кім қайда? Сен кім адам? Просто так тұрсың ба? Ане, видишь, көрдің ба, ане, екеуі кетті, да. Вот, олар бүйтеді. Каждый с каждым. Чуть-чуть. Ребят, ваша задача уже прострел болса выбить. Кем? Мына жаққа вратарский ұшып келе жатыр ма? Былай берді ма? Мына вратарский деген не деп айтады? Не үшін айтады? Бұл сенікі. Если чувствуешь, что пролет болса уже, например, все, сразу мне. Твоя задача прибежать. Кетті ма пролет, сразу бежишь сюда. Понятно? Если дальнейға депсе, ты можешь выбить. Түсіндің ба? Бұл жерде тұра берме. Если перелет болса. Яма? Көрек? Итерме, полить етпе до конца. Вот такая задача. Бейді ұстауға болмайды, пенальти болады, бола ұстайсам. Мне вот просто вот. Вермейсің, бітті. Да. Хорошо. Кеттік па? Давай. Қара. Да, все правильно. Сужай, меня, бауырым, сужай уже. Ана жақта кетті ма, сен уже. Сен өзің подавать етші, ана жақтан. Да, өзің. Бауырым, сен бер кел. Кім бар мына жерде? Сен сол жерде тұрасың. Например, деймін, да? Вот смотри, кел. Да, Алишер, дай пас. Вот это, да, отдал. Прими мяч, прими. Нет, отдай туда. Вот ему дай, он туда. Да. Алишер, забегай. Алишер. Вот забегай. Алишер. Еще раз. Да. Еще раз давай. Понятно? Вот это первая, оң жақтан болса, первая комбинация идет. Сен жүйттер, мына жаққа бергенде шықпаңдар, там, сол жақта там, как будто не болатындар. Сен ана жерге тұрсаң, отойдите жүйттер. Да. Сен мені бер кел. Вот бер кел, осы жерде тұрсай там, как будто, не, она, не надо, бля. Алишер, бери. О, конечно, тебя перекроет. Ты, блядь, стой, как будто не знаешь, вот. Видишь, маньякка там, кім қараватыр, кім не істеватыр дегенде. Вот. Сен тоже, как будто смотришь комбинацию. Касание надо играть, касание. Ты можешь 2 касания. Давай, Алишер. Да, Аспа, 2 касания, да, отдай. И касание. Бауырым, сен ана жаққа берсең бар ғой, алып кетеді допты бар ғой. Сен деген осы жерге беруің керек деді, осындай неге. Мына жерге берсең алып кетеді. Бұл жерде он Алмас деген защитник тұрады. Ол алып кетеді, осы жерге берсең деймін да. Үлгіре алмайды. Давай еще раз. Шыға алмайсың ғой адам? Да. Вот, здесь уже Алишер решаешь. Понятно? Давай. Да. Алишер, надо мына, вот мына толпаға надо подать. Сол аяқпен ба, оң аяқпен ба? Сол аяқпен ба? Давай, берші мынаған, Алишер. Жоқ, Алишер, сен бар ояққа барғанда, мына комбинация. Ана бала барғанда, вот это. Подбор. Алишер, здесь на подборе стой. Так, жүйттер, нормально бір угловой. Жүйттер, мынандай угловойлар стандарттар бар ғой, вот Европада, мир, любой, Реал, Барселона, олар, Италия особенно. Мынандай стандартқа, это, считай, 80-90% гол ғой. Олар комбинация жасайды, итеріп салып тастайды. Итеріп тастау керек та, осындай моменттер. Көбісі да угловой, ой, әшейін там, тебе салат, басымен келсе келеді, келмесе деп. Ондай болмау керек. Келдің ба, міне, все уже, блин, уже 90% гол болуын мен салам қазір. Мынаны маған доп келеді, мен басымен ұрам деп, сондай немен келу керек та.
сол үшін келу керек та. А так просто келуге смысл жоқ. Сен не тұрсың ана жақта? Крайне. Не қама бір жерге. Тығылып қалса бір жерден. Давай. Да. Тұрады. 2 рет бересің угловойды. Яма? Кеттік. Ойна! Қайда уже. Ойна. С вратарем обязательно. Вратармен сен ойна. Алдына тұрып ал сен, да. А біз уже с разгона. Бір орынға бейт. Разные места. Кто на ближний, кто на дальний деген. Я осылай тұрып алдым. Даже можете так. Сюда даже стать. Да. Ну, шамал, бізде неніміз, бізде да арсеналымыз. Да, кто на ближний? Кім, бауырым? На ближний бежать. Понятно? Тұрып алма, на ближний. Бауырым, нағаш, мен, все, не успеешь там. Вот, например, он подача идет, ты уже здесь должен быть. Вот. Вот, если что, мына уржи бермесін, чтобы он не выбил, да? Ты уже должен или подправить, или ближний. Не надо стоять. Просто вот стой на линии и забегай туда. В общем, ближний кет. А сендер жөттер в разные места, да? Сен кімді күттірсің? Күрсе бізге, кесе. Ана, дальнейға барасың. Или, мұн жеге тұрш. Бекерім жеге. Дальнейға. Раз. Басықпа. Спрячься там. Ана, подача өткенде уже дальнейға кетіп қал. Ана, на линияға тұрбаш. Линияға. Оны күтпей қой. Мынаны күтші. Бергер. Осылай тұр. Да. Сен на дальний, если что, я? Замыкание. Вдруг перелет болса, сен уже готовы? Кәдімде ойнаймыз, жігіттер. Кеттік. Ой, хорош, здорово. Играть! Играть! Да, дальний сенка. Центрдан ПСЖ, Реал Мадридтар заготовка жасайды, типа артқа пас берген ұқсайды да, и Мбаппе жүгіреді, короче. И на жақтан Месси атып шығады да, Мбаппеға пас береді. Просто за 9 секунд они забивают, понимаешь? ортадан басайық, иә? Біз екі апарып біреу қабылдайды. Қай жерде доп жеткізу керек? Любой жер жеткізу. Сен таныштырсың, сен ағаластырсың. Любой жер жеткізген бұл. Қай жер керек? Кухня керекпін. Лепша керек деп отыр. Есту керек, көрген жоқпын вообще. Бастауға лақтырып бересің алдына. ПСЖның голы шу. Мбаппеға Неймарның қайтып айды. Подача лақтыра деген ғой, болды онда. Давай. Давай еще раз. Последний раз. Хороший сброс сделай, чтобы он ему удобно было. Он, катни чуть-чуть, чтобы он делал передачу. Готовы? Давай, подбегай. Не, в касание надо делать. В касание было. Да не. В касание надо делать там. Все, ладно тогда. Туда подходим. А? Ұмытпайсың ба, ертең ойын басталғанда бәрін ұмытып қалатын шығарсың да, блядь. Не, міне ақта жүріп келді. А? Қайтымын, жігіттер, бәрі неге үйренуге болады деймін да, бәріне. Бұндай қиыншылық жоқ бұл жерде. Просто тыңдау керек та, и естерінде қалу керек. Не жаза бардың тренировкада, неге қандай акценті, көріп отырсыз жаңағы пастар деген, ешкім қинап атқан жоқ, бір-бірімізге бере алмай атымыз пасты. Пас ойналмаған адам футбол ойналмайды дейді бізде бар ғой. Футбол деген командный вид спорты ғой, бұл жерге бір-біріне сосын әдеміліп, жақсылап, удобно қылып пас беру керек. Сендер анаққа, мынаққа, анау қалай, сол аяқпен деп едім, оң аяқпен деп едім, ол да қинап қалады да, шамал. Енді понятно, поле нам. Жақсы поле болса да қиын болады. Поэтому не болмау керек, жаңа біз тренировканы өткіздік қой енді. Соны естерінде қалу керек та, қалай сен. Түсініп, защитниктер да. Ана уже тебейін деп атқанда, уже кеттіңдер, уже бір орында тұрып көріп,
анау бүйтіп енді сөйтіп жүгірмеңдер, уже заранее, уже отступаем уже там, если перелет болса, всегда там, потому что один в один. Анада көрдім да көп, бүйтіп қарап тұрсын да кетті, и кеттің да аланы іздеді. Зачем? Раз отступил, раз он там істеген жоқ па, значит обратно вернулись деп. А так, в принципе, жаман емес, если 10-бальный не болса, бүгінгі енді 4-ақ балл бере аламын да. Давай жақсы. Енді бірақ ар жағынан бүйтіп көтеріле берейік та. 4-5 балл алды, 7-8 10. Давай контент. Все, рахмет жігіттер. 10 деген Индивидуально деймін да. Кімге не жетіспейді, соны жасай беріңдер. Как раз жарты сағат бар. Алмаз. Алмаз. Вот это передачи. Пусть пойдет. Защитниктер. 4 бір-біріне. Жақсы елді. She a head case, all she do is shoot. I signed my deal up on the PJ and hopped out of parachute. I'm geeked on next week, got no more features, I might just scourge you. I'm geeked on next week, got no more features, I might embarrass you. Tag low, stomp a little pussy, hope it's a shell toe. Не за что. Ертең андай болып кетіп қалып. Мұхамеджан доп жоғалтып алып, жаңа көрдіңдер ғой, связканы дұрыс. Сосын өзіңде атака кететін болса, замена ғой сразу. Атака жасамай ақ қой. Ол тренер бетінен марго жақ, оң жақты ойнай, аға сол жақты емес. Ертең ойында көреміз, ситуацияға байланысты. Егер ұзут атқан жағдайда бір моменттер болады, сол кезде береміз. Марго, все, забеганиемен ойна. Ол кезде забегание қалай жасайсың? Мұхамеджан уже орта қарай ойын тастаған кезде тарапында ашыла бересің. Саған забегание сен қашасың. Прям қатты жүргің келсе. А так бірінші таймда спокойно бойцов қозғалу керек. Доп аяқ кетті ме, былай қозғалып, топ нетті ме, былай қозғалып. Сосын штрафной қуаныш тебетін кезде выше сразу шығарып кетсіз. Өйткені дегенде өзің подсказы беріп отырасың бұларға. Анаға жасап тасысын. Айтып жасасай болды. Осай бош. Вообще мен чуып Келе серьезно қарап отырсың ба dey. Өзіңнен шына. Марго е, қойсы е. Марго, вам приседания, бол. Марго үшін де айтып қойсын ғой е. Да, осай бол. Әйтпесе мен де айтып жасамай. Жассан қора. Ал кеткі. Санайыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды. Ағатай деп. Болды ағасы. Бұл бастамасы сондай бір ауыр болады, бірақ аяғы жеңіл. За каждой тяжести артынан жеңілдік болады дейді ғой. Сондықтан жігіттер до конца көңіл бөлейік, Әлшер ағам мында құр тұрған жоқ қой, уақытын бөліп. Екіншіден жігіт болғаннан кейін жігітше жүріп еркелемей, қалмай, ана мынау. Прямой осы кісіге айтасыздар, одан кейін ол кісі маған айтады, былай істе, мен соны істеймін. Я жігіттер. Үшіншіден бәріңе сәттілік тілеймін, үміттеріңді үзбеңдер. Қандай болса да до конца ғой. Ертең бұны бар ғой, ертең әлем көреді жігіттер. 1-2 жылдан кейінші. Бұл нені алдыңа выпускты өзімізді көреміз ғой, мысалы тудырылды бәрінше қайтадан. Қандай не болды, қалай олар көтерілді. Ертең ойлап тұрсыңдар ғой, басқаша кішкене көрінбей тұр да сендерге, бұлт болып тұр да. На самом деле ар жағында күн тұр да жігіттер. Сондықтан барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Поляның ішінде болсын, сыртында болсын, до конца барып просто сендер поляда жандарын берсеңдер болды, алаңға шыққаннан кейін өзі Әлшерді білесіңдер ғой. Әбекең өзі қалай ойнайды, характер ұтылғысы келмейді. Алдында тренировканың өзіне де былай байқап қалды. Уже не ұтылып жатыр деп. Вот сондай болу керек қой. Максимально поляға шыққан. Мен де сондайды, мен де өзім жақсы көремін. Мысалы защитникпін, мен де ұтылмайды, поляға шыққан енді. Өте ма, бір рет өте ма, уже екінші рет мен уже өтсін дейді да. Ол алдай беретін болса, мен сразу оны қойсам. Сондай болу керек ташы. Поляның сыртында бәріміз біріміз үшін. Как бір отбасы, семья ретінде, команда, атмосфераны создавать ететін өздеріңіздер командада бір-бірлеріне күліп, қалжыңдасып. Ярай ма жігіттер? Давайте. Кішкене көңіл бөліп. Қараш. Жігіттер енді әр команда өздерін бір неге теңеп атады ғой.
там давай бәріміз арыстан болайық конкретно. Аң патшасы арыстан дейді ғой. Тұрады, гиеналар болады жанында ше, шакалит етіп бүйтіп жүретіндер. А арыстандар қалай болады? Достойно, өзіне любой достойно жүреді. И плюс еще андайда ешкімнен қорықпайды былайша айтқан кезде. И олар еще өлетін кезде қалай өледі? Білесіздер ма? Арыстан қартайған кезде? Иә, қартайған кезде уже күші біткен кезде қателеспесем, өзіне былайша айтқанда орғазып, сөрге барып жатып, достойно қатайып өледі да былайша айтқан кезде. Енді ешкімге өлуге шақырмаймыз, конечно, но айтатыным, иә, давай, иә, поляда да достойно жүрейік. Мысалы там андай бүркіт бар. Мысалы бүркіттің тағы мықты қасиеті бар. Қазақтар өз бүркіт жақсы көрген. Бүркіт дейді, до такой степени оны келіп қарға арқасына отырып тістейді екен, короче. Сол реально сол бар екен сондай нәрсе. Қарға арқасына келіп тістейді, бірақ до того бүркіт оған мән бермейді да, типа жай ғана құстеп. Просто жоғары көтеріліп кетеді. Болды. Жоғары көтерілгенде қысым пайда болғанда қарғаның оған несі жетпейді, короче. Күш жетпейді. Ол уже ара жақта, жоғары жақта қалықтай алмайды жігіттер. Сол үшін ол уже қысылғаннан қайтадан түсуге амал қалмайды. А бүркіттің қандай ғибрат бұл жерде? Иә, поляға шықтық ба жігіттер, біз бүркіт сияқты болуымыз керек. Біздің мақсатымыз анау биік жақта, ол Kings League-да бізге мақсат емес жігіттер. Просто айтып атқаным, біз арманымыз анау болу керек та. Мынау кеп тиіп кетіп жатыр, там сырып кетіп жатыр, жосқа кіріп кетіп жатыр да. Біз қатты мән бермеуіміз керек ол нәрсеге. Яғни кіріп кетті ма? Дұрыстап ойнаса ше болды. Мысалы кетіп қал. Мысалы да там жосқа кіріп жатса базар жоқ. Келіп там базар жоқ, шакалит етіп, былайша айтқанда аяқтан пытырлатып өтіп жатса, жүгіріп келіп ажыратып жіберіп, короче, ойынмен істеп тастау керек та. Пока енді оның бәріне уақыт керек жігіттер. Оның бәрін айтып жатқан нәрсе қазір бізге келе салмайды. Но өтініш, біздің мақсатымыз қандай екенін түсініңіздер, ә? Сол үшін поляға ертең бірінші матч шыққан кезде де қазір сразу осы әңгімелердің бәрін айтып алайық қазір, чтобы ертең қайталап айтып жүрмейтіндей. И шыққан кезде сондай достойный, өзінің ойынымен, мінезімен, конкретно характерімен сондай команда жүрсек жігіттер, бізге айтады ғой, мысалы қыздар сынат дейді ғой, андай краштарға там неге, бізге даже жігіттер сынатындай болу керек қой, түсініп тұрсыздар ма? Базар жоқ, достойный жігіт екен, қолым сыйладым, базар жоқ характері мощный екен дейтін дейді. Қыздар вообще умолять етеді. Қыздар тұры бойдақтар айтпай-ақ қой, но имеется в виду, любой адам бізге қарап достойно деп айтатындай болу керек. Тұрып, нақ, сен аяғын сындырам, нақ, өлтірем, нақ деп алдында көрдік қой, талай жап-жас балалар. Енді сыртынан сөйлемей-ақ қойын, арамызда бар бәрімізде. Просто қатты боқтап, анауны мен де кетіп қалам жігіттер. Просто мен айтып атқаным, біз бірге жетейік сол нәрсеге. Бәріміз тәрбиеленіп, біреуіміз қатты кетіп атсақ, просто кетіп жұлқылап, қой, бол. Мысалда алып кеттің, успокоил. Тұрып, брат за брата деп төбелесіп, ана жерде кипиш болып керек емес. Жігіттер сосын, жігіттер сразу айтам, біз ешкімнен қорқатын команда болмауымыз керек. Мен лично Алладан ғана қорқам, конкретно айтқан кезде. Дофига сондай инциденттер болған, ол кезде бірақ өзімізден де бар. Сондай жерлерде просто мысалы тик кетіп, төбелесіп сөйткеннен ешкім абырой жинаған жоқ жігіттер. Пайгіре ғой бәрі. Пайгіре істеп тастау керек болды. Кішірек қалмайсың, потому что ана жаққа жетуің керексің жігіттер. Ана жаққа біз аман есен жетуіміз керек. Тұрып ертең біреуіміз атылып кетіп, біреуіміз там пышақталып қалып, анау мен ондай нәрсе қорықпаймын. Бірақ давай грамотно жетейік ана жаққа қарай. Өшім айтып атқаным жігіттер, біз ана жаққа неше түрлі қызықты нәрселермен бару керек қой. И сол үшін давайте мен сіздерге айтатыным, мысалы айтам, сіздердің медиа футболдарыңыз енді басталып жатыр. Мысалы қараңыз, медиа деген, контент блогерство деген ол бір кәдімгі салада. Типа, мысалы қазір сіз случайно мысалы охранник болып жүресіз та, мысалы да сіз тұрып, короче, дәрігерлікке қойып тастады. Енді Алланың қалауымен өйтіп сен дәрігерлікке жұмысқа тұрып кеттіңіз. Күн көру керек деген сияқты. Или там бір жетістікке жету керек, күшті бір поддержка ағаң шығып қалды да, там білмеймін, там облысқа қарайтын, сізге айтты, мына жерге болса мен сені бір нәрсе көтеремін деді, мысалы да. Сізде көтергіңіз келеді, мысалы да. Сіз дәрігерлікті бастағанда сіз сол саланы ақырын зерттей бастайсыз, мысалы там қарайсыз, кинолар қарайсыз па, там статьяларды оқисыз, YouTube-тан видеолар қарайсыз, там Google-дан кіріп қарайсыз. Сол сияқты жігіттер, міне біз медиа футболға келдік. Енді сізге айтып атқаным, өздеріңіз дамытыңыздар.
осы салада тез жетістікке жету үшін ананы қараңыздар, мынаны қараңыздар, зерттеңіздер, короче. Сол айтқым келетін. Ертең иншалла бәріміз миллионы 60 мың, 80 мың адамдар ареналарда ойнап жүретін дәреже жетейік. Amin. Хорошо? Хорош. Давай, жігіттер. Өткенде бір кісі мысалы достым дейтін балаңыз үйленіп жатыр екен, иә? Молодец. Достым, давайте. Давай, достым, давай. Хорош. Үйлене сәлем жолдайсың. Давай. Үйлен. Сосын жігіттер, жақсы тағы да құттықтаймыз. Дос, шынымды айтсам, қанша жаста үйлендіңіз? 25-та, 25-те 3 күн десеңші. Короче, Дастан сізге тілейтін адал махаббат, сол адал махаббаттарыңыз былайша айтқан кезде ғұмырларыңыз соңына дейін болсын. Қазірден бастап жар іздеп жүріңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, қолдарың босса жар іздеңдер деген. Сол үшін құры білмеймін, қыдырып, анау-мынау бос көріп кету деген сияқты анау-мынау жаман нәрселер емес, жар іздеуге тырысайық. Иншалла, Құдай қаласа бәріміз отбасымызбен мына жаққа келіп, мысалы әйелдерімізбен келіп, көріп, бізге балет етіп, отбасымызбен араласып. Сол енді барлық нәрсені айттық деп ойлаймын. Мен бір зат айтып кетсем бола ма? Өзім басынан өткен жағдайды айтып берейін жігіттер. Мен өзім білет Алмаз Бездатович группада болғам. Команда группа деген ше. Команда деген не болып білесіңдер ма? Команда деген ол үйған не сияқты ғой жігіттер. Жұдырық. Соны шашып алмау керек. Егер де мына осы жұдырықтың ішіне біреу ой, мысалы командада шығады, ой, бізді бүйтпей жатыр, сөйтпей жатыр, жағдай жасамай жатыр. Болды, сол адам болды, команданы құртады. Өз басынан өткен жігіттер. Сондықтан бізге басынан өткен кезде бізге ақша берді, мысалы командаға. Біз оны көтере алмадық қаншарағаш. Сондықтан жігіттер бізге аш жігіттер керек. Сондықтан жігіттер сендер көп ниетпендер, жаңағындай звезда болып, анау-мынау оның бәрі кездеседі алдарында. Самый главный, нені ойламаңдар, ақшаны көп ойламаңдар, сол команданы бұзатын сол. Сондықтан әр мәселе болады ғой жігіттер, былай тартпаңдар, бір нәрсені шығарыңдар. Содан команда пайда болады. Сол басынан өткен айтайын сендерге жігіттер осымен. Дұрыс, енді мына жерде күшті сөз бар. Ер жігіттің достығын екі нәрсе құртады дейді да. Біреусі ол ақша, біреусі әйел дейді. Сол үшін осы жерде қатты қателеспейік. Енді алдында уже біздің Арсенді уже командалар шақырып жатыр. Мысалы сендерде защитник бар екен ғой, соны бізге ойнатайық деп, короче. Сіздерге қазір мен осы әңгіменің ең соңғы жағын алып келейік. Араларыңызда LF, PFL ойнайтын балалар бар екен. Давайте ақырындап келесі сезонға біз барынша жаңағындай бір лицо жасауға тырысамыз, что болашақта біз чисто өзіміздің командада ойнаймыз. Басқа жақтарда жүріп етіп, былайша айтқан кезде сүйкімізді кетірмеу үшін араларыңызда тағы айтатындар, сөйлейтіндер болса, бәріміз ашықпыз жігіттер. Мынау араларының ең жасы үлкен. Арсен. Өз ойыңды былай, жалпы. Айтатын ештеңе жоқ, асау. Жалпы сіздердің айтқандарыңыз барлығына қосыламыз. Четко барлығы ше. Басында келген кезде бағанағы сіздердің айтқан нелеріңіздің барлығы Алланың қалауымен менің ішімде болды ше. Бана қазақилық, бір-біріне бауыр көру дегеннің барлығы ішімде болды. Сол моментке мен қатты қуандым да. Алланың қалауымен соны жоғалтылмайық деген ұсыныс бағанағындай. Енді маған больно болатын зат бағана ойын кезінде біреу қателессе, соны унижать етіп жерге тығып тастау. Кішкене бір-бірімізге четко сол моментте поддержка берсек, ол дальше уже мотивация болады деп ойлаймын. Мысалға бір қателік жіберді, оны жерге тығып тастасаң, оның желание жоқ ары қарай ойнауға ше. Сондықтан ойын моментінде ол обязательно қателесеміз. Сол себепті бір-бірімізге поддержка беріп берсек, ол барлығы четко болады деп ойлаймын. Сол. Дұрыс. Видеода бар ғой, соны сіз де өзіңіз жазбасаңшы қазір. Осындай нәрселерді, бірімізге қолдау көрсетейік деп айтып отыр. Тағы кім не сөйлейді? Давай. Рахмет. Ал барлықтарыңа рахмет жігіттер. Осылай жиналып жатырық, бірге ойнап жатырық. Ол сөйлегенде тұрған ештеңе жоқ. Давай жігіттер. Медиа боламыз деп тұрсыңдар. Ертең сендер сөйлегенде елдер сырттарынан күліп тұрса, ыңғай ситуация болады өздерінде де. Бұл команда, бұл жерде бір-бірлеріне қолдау керек, бір-бірімізге қолдау беруіміз керек. Дұрыс па? Дұрыс. Сол, не дейміз, алдағы өзіміздің сезонға барлықтарыңа сәттілік, ешкімге ештеңе болмай,
денсаулықтары мықты болып, сол сезонның чемпионы болып, Kings лигаға аман-есен жетуді бізге нәсіп етсін. Амин. Тағы кім тоса айтады да. Жігіттер, мынандай нәрсе өтініш Марго жаңа айтып отқаныңызда күліп жатырмыз, мына деген сияқты нәрсе жесттер кетіп жатыр да. Осы жерде бір нәрсе айта салайын. Кезінде біздің болар елдің жігіттері бірін-бірі батыр дейді. Болмас елдің жігіттері бірін-бірі қатын дейді. Осы сөз біздің ұстанымыз болу керек. Мысалы, сен тұрып деп прикол ұстап жүрген кезде, былайша айтқанда сенің энергияң вообще айдалаға кетіп жатыр. Сенің уже сана сезімің төмен деңгейде деген сөз жігіттер. Ал когда сен ырың-жырың деген нәрсеге күле беретін болмасаң, сенің армандарың насқақ, үлкен болады. Саған бет деген нәрселер былайша айтқан кезде унижение болу керек та. Талбанна, ана-мына деген нәрселер жігіттер. Мен енді білмеймін. Просто үлкен жетістікке жету үшін сондай нәрселерді просто қоя салу керек та. Мен мысалы просто айтатын сондай көп байқаймын да жігіттерден. Ондайдан менде өзімде де сондай бір қасиеттер болады кейбір кезде. Бірақ айтатыным, достойын жігіттермен жүрсең, өйтіп бір-біріне күліп тұрсаң, немене ырбыңдап тұрсың, ырбыңдай бермен, бетін жауып тастайды, болды. Екінші өйтіп ырбыңдай бермейсің да зато. А если мен айтып жатқаным, просто сен қатты сен жақын көруің мүмкін да, қатты досың бір-біріңе, ондай достың керек жоқ жігіттер. Когда бір-біріңе күліп, бір-біріңді кемсітіп жүретін достың қажет жоқ, мен сіздерге айтайын. Просто жетістікке, мен сіздерге просто қараңыз, просто айтып жатырмын. Анау жетістікке жету үшін, үлкен жетістікке жету, сенің пониманияларың үлкен болу керек. Яғни, нандай кішкентай нәрселер, қашан көрдің Хабибтің деп жүргенін мысалы. Макгрегор сөйтіп жүрсе жүретін шығар, бірақ Хабибтар достойны жігіттер, которые бүкіл әлемге үлгі болатын, ондай нәрселермен айналыспайды жігіттер. Сразу айтып қойын. Жарай ма? Сол үшін араларымызда жастар бар. Слишком жесткий болып кетпейік, просто арасында болады ондай. Бірақ өтініш команданың ішінде жаңағындай сондай нәрселерді аз айтсақ, сәл-сәл, ол өзімізге де жақсы. Мысалы, ертең қатын бала шағамыз болады, ертең мысалы әулеттің үлкені боламыз, мысалы. Сондай жерде достойны әңгімелер айтып жүрсең, бәрі, красавчик, дұрыс айтып жатыр. Мысалы, үйдегілер санасатын болады. Біріншіден Маргоны тыңдайық, Маргоның әңгімесін. Мысалы да, Маргоның ойын білейік деп айтып отырады, мысалы да. Сен тұр, деп жүрсең ғана жақтана, кетші дейтін. Или қатынның құлы болып кетесің ертең. Былайша айтқан кезде. Қатының не айтты, соны істеп жүресің конкретно. Бүйткен жүрсің да, деп жүрсің да, ана жерде бұрыш-бұрышташа. Сол үшін жігіттер, давайте, просто өздеріңізге іліп ала беріңіздер, жарай ма? Бұл да үлкен нәрсе. Хорош, давай, молодец. Тағы, Зуля, сіз сөйлейміз ба? Жоқ па? Майди, давай, бір-екі ауыз, Давай. Мадишан? Майди, давай. Нәм, Мадишан. Петлишка сізге? Дышағай? Дышағай. Мәди ағай. Мәди ағай? Гектор Беллин. Ағылады, болды па. Әдем бүчесіз. Ал енді, ассалаумағалейкум жігіттер. Біріншіден Әрсеннің айтқанын мен қосылам. Бәріміз біріміз қолдайық, көтерейік. Алла бұйыртса алдымызда чемпионат келе жатыр. Жақсы ойын көрсетіп, бірінші Алланың қалауы, сосын екінші осы отбасының, команданың, үлкен ағаларымыздың, тренерлеріміздің, жаттықтырушыларымыздың жаңағындай айтқанын істеп, намысты қолдан бермей, әркез біреуіміз үшін до конца, бәріміз біріміз үшін бір отбасыдай болып, бір-бірімізді ренжітпей, көтеріп, намысты қолдан бермей. Сол. Алға! Акамен! Әлі. Қараш. Жұрт жүрді. Далаға шықты. Шығалмайды екен дейтін. Білмеймін, басқалар қандай, бірақ мен лично өзім жетістікке жету деген нәрсе қатты зацикленімін да, короче. И сіздердің де сондай болғандарыңыз қалайым. И андай ғой, бір-біріміздің энергиямыз бірімізге жоғат. Мысалы, біреуіміз күліп жүретін болсақ, ол жандағы адам да күліп жүретін болады. Достойны бет, мысалы, әңгіме айтқан кезде достойны жүрсе, былай, қой, ырбындама, давай, істеп давай, тренировка жасап, сөйтіп жүрсең, жанындағы адам да сөйтіп жүреді да. Сол үшін айтып жатқаным жігіттер, біз бағанағы ана жаққа жетуіміз үшін бір-бірімізге қатты влиять етеміз.
мына Арсенде шығып айтып жатыр да, бағанағы нәрсені. Шын менде де бар ондай нәрсе жігіттер. Ақырын дұрыс болды. Қайта осындай нәрселерді біз алдыға алып жүрміз керек. Енді соңғы айтатын нәрсе жігіттер. Жалпы кез келген олимпиаданың чемпионы ол кемінде 10 жыл жұмыс жасайды екен. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, олимпиаданы жеңу үшін кемінде 10 жыл заниматься етеді. Араларында бар 15 жыл заниматься ететіндер бар. Өздеріңіз ойлаңыздар. Тула салып почти 6-7 жасынан бастайды. Өзіңіз ойлаңыз, примерно 18 жастарда уже қаншама адам чемпион болады, да? Өзіңіз ойлаңызшы, минимум жігіттер, минимум 10 жыл заниматься ету керек. Любой чемпионды алсаң минимум 10 жыл, понимаете? Бұл жерде қандай нәрсе тұр? Олимпиада деген әлемдегі номер 1 спорт болып есептелінеді. Потом уже бәрі есептелінеді. Типа там UFC, ана мына уже потом кетеді. Енді қараңыздар жігіттер, бізде қазір анау жетістікке жету үшін каждыйымызда, допустим, медиа жағынан, футбол жағынан біз сол 10 мың, былайша айтқан кезде 10 жылды біз тезірек өтеуіміз керек қой қазір. Сол үшін айтып жатырмын. Бізде қазір Аллаға шүкір қазір жағдайлар дұрысталады. Бірінші вот осы тірліктерді жасасақ, сіздерге айтатыным көбірек уақытты бізге қарай бөліп, көбірек ізденіп, өз командаңыз ішінде идеялар айтып, постоянно бүйтейік, сөйтейік деп, каждыйымыз бүйтіп энергиямыз толып, ұсыныс айтып, соны істеп сөйтіп жүретін болсақ, жігіттер, біздің жағдайымыз вообще гүл болады. Бағанағы айтып жатқан сияқты тренировочный кипа там, не үшін біз Турцияға барып бір сбор жасақ айтпаймыз да, мысалы там Ж-лиганы ұтып алайық, полный бүкіл лигасын ұтып алайық, кубогын ұтып алайық мысалы. И бұл проекттіктер 1 жылға емес, 2 жылға арналған емес, проект емес, бұл өмір бақи жүретін проект, иншалла. Вот қашан біз тіріміз, сол уақытқа дейін жүретін проект. Хорошо? Басқа командалар қойып кететін шығар футболды, там ақша жетпей қалып, или там травма болып қалып, бүйтіп. Біздің команда до конца барады. Иншалла, Алла қаласа. Потому что футболға өмірімізді арнадық, осы футболмен до конца барамыз жігіттер. И сіздерді де сол нәрсеге шақырамыз. Жарайды ғой? Күшті емес па? Кейін семьямызбен араласып жатқан жаңа айтты ғой әлекеміз. Семьямен араласатын жағдай жасайды. Ойлаңыздаршы өздеріңіз, 10 жылдан кейін бәріміз отбасымызбен тауға шығып сояқта. Мысалы, ол приятный нәрсе. Құдай қаласа, бәріміз бірге қажылыққа барып жүрміз, нәсіп етсін, Алла қаласа. Бәріміз команда болып, қағбаның алдында дұға жасап, мысалы да, о күнге де жетеміз, Алла қаласа. Главное, жігіттер, армандай беру керек қой, армандау тегін ғой, короче. Сол үшін армандай берейік, сол арманға жете берейік. Хорошо? Хорошо, давай. Кет. Сіз отыра беріңіздер, кет, нерге отыра қалайық біз. Алмажан, бір фото атса қалайық та, ойбай. Немене? Сынбайды. Давай, алдындағы отыр. Бәрі жақсы. Негізінде біз барайық деп ойлағанбыз, балалармен ақылдасып, ойнағанбыз газель жалдап, бір командамен Алекеңе айтып тұрамыз. Келе алмай қалдық, ренжімейсің, иә? Сіздерге орын дайындап, бәрі дайындап қойған едім. Шақырдым бәрін. Біз қатты барымыз екен, прям газельмен болмай қалдық. Бақытты бол бауырым, иә? Рахмет, үлкен. Сіздермен соңына дейін. Бұл негізі бізге дайындалған, по идее. Сол дайындап, біз бара алмай қалдық, соны айтып қалған ренжімей. Сол дайындап қойған едім. Бесік тойға барайық бұйырса, Құдай қаласа. Айттық қой, тоқылаған кезде барамыз. Келін естік қой, командаға жерге қойсын. Енді жер кесіп са десең. Жоқ, соңына дейін. Бермейсің бе? Жоқ. Мал той құтты болсын, бәрімізге жұқсы болсын. Бәрімізге деп қоям ғой. Командаға не дейсің енді жалпы өзі? Команда Біраз болмады ғой, бір айда келеді, иә? жоқ. Бір ай емес қой, бір 15-2 апта, иә? 2 апта. Жоқ, бәрі кеткен жын нормально формадасыз. Жүгір. Команда бәрімізде сәттілік тілейміз. Алдағы ойындарға бәрімізде жеңіс, тек қана алға. Сен негізі барлығы команданың душасы дейді ғой. Теплотасы нормально ма? Нормально бәрі. Все, красавчик. Жүрек қой, жүрек. Жүрегі ма? Түк деп тұрғанда қаза. Олай істеп қояқ па? Сәлем жолда жүр үйдегілерге. Көріп отыр ғой, міне. Общий бәрімізде Біз келгеніміз келген, бірақ келе алмадық. Алматыдан Бесік тойда бұйырса сәлем көрсет. деді Сайрамға. Болып. Все. Қой кеттіге. Левшаны сыршы, Левша. Ал осымен біз жаттығымызды аяқтадық. Ең соңғы жаттығымыз матчтың алдында. Жігіттерге енді барынша мотивацияны беріп, заготовкаларымызды жасап,
Біздің мақсатымыз негізінде пайдалы болу. Бағанағы тренировка жасап жатқандарымыздың бәрі про категориялы, мысалы тренеріміз үстін нуля бәрін түсіріп жатырмыз. Сол себепті ауылды жерде көріп отқан футболисттер, футболшылар, қараңыздар, үйреніңіздер, қалай болып жатыр. Сол себепті бізбен бірге өсіңіздер, бізбен бірге жетістікке құштар болыңыздар. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, біз жанбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ дейді. Сол себепті давай бәріміз лапылдап, жанып, былайша айтқан кезде дамып, алдыға қарай мақсат қойып, сол мақсатқа жете берейік. Енді күшті отырыс болды, күшті жиын, күшті тренировка болды. Соның аяқ жағын енді матчта жалғастырамыз. Енді осы заготовкаларды біз матчта жасай аламыз бекен, жасай алмаймыз бекен. Сол себепті баршаларыңызды матчта күтеміз. Кеттік.